Так, шарттан бастайық. Тармақталған алгоритм. То есть бірінші сызықтық алгоритмді қарастырайық. Алгоритм түрлері бар. тармақталған Так, кім тармақталған микрофонды екеуі қосып. Так, бәрі кірді ма? ой, сіз естіліп жатқан жоқсыз. О, все, естіліп тұрмын ба енді? Алло. Иә. Иә, естіп Все, жатырсың. кеттік. Так, сызықтық алгоритм деген бар, и тармақталған алгоритм деген бар. Так, сызықтық алгоритм неге сызықтық деп аталады? Сызықтық, жалпы аты айтып тұр ғой, сызықтық, то есть бір ғана линия бойынша жүреді. Мысалға, мына жерде бір алгоритмнің басқаша шығатындай себебі бар ма, басқаша шығатындай? Вариант бар ма басқаша? Жоқ. Мгм. Тек қана бір сызық бойымен орындалады. То есть бірінші строка, екінші строка, және print а мен бұны қосып экранға шығарады. То есть бір ғана линияның бойымен шығарады. Енді қараймыз. Егер мынандай шарт қоятын болсақ, егер біздің а санымыз кіші б санымыздан болатын болса, немесе қалған жағдайдың барлығында, қалған жағдайдың барлығында емес, else if деп алайық. Ал егер а б-дан үлкен болған жағдайда не істейді? Так, print а мен бұны көбейтейік. Экранға просто 0 деп шықсын, да? Так, енді мына алгоритмнің неше мәні болуы мүмкін? Егер мына жақта инпутпен алсақ, давайте. Үш мәні. Иә, үш мәні болуы мүмкін. То есть бір линиямен келе жатады. Қай строкаға дейін бір линиямен келеді? Қалай? Екінші строкаға дейін тек қана бір линиямен келеді. То есть А-ны орындайды, міндетті түрде Б-ны міндетті түрде орындайды. Айнымалыларды енгізгенше. Иә, айнымалыларды енгізіп болғанша, мынау А-ны енгіздік, мына жерде Б-ны енгіземіз. То есть 9 шығады. То есть уже қараңызшы, бізде бір линиямен келе жатады да, не істеп кетеді? Үш жолға тармақталып кетеді. Біреу келе жатады да, үш жолға тармақталып кетеді. Вот сондықтан біз бұны тармақталған алгоритм деп атаймыз. Қараң, енді тармақталған алгоритм. Мына жерде структурасы түсінікті ма? Бірінші мынаны орындайды. Егер А Б-дан кіші ма, тексереді. Мына жағдайда А Б-дан кіші ғой. То есть бұл орындалады, одан кейінгінің неше жол болса да ары қарай орындалмайды. Қандай шарт болса да. Енді наоборот, 5 пен 4 тенгізсек не болады? Көбейтіледі. 20. Экранға 20 шығады, да, дұрыс қой? Енді қараң. Яғни if, elif, else бұл бір шарттың структурасы. То есть if-тен басталады, elif-пен ортасында elif жазылады, немесе емес, ең соңында else жазылады. То есть бұл бізде толық шартты алгоритмнің структурасы, коды. Мына жерде else алып тастасақ бола ма? Ай, мына жақта 2 сан тең жазылып кетсе, 0 шығады ғой жаңағы. Иә, 2 сан тең болса. Else деген не ол? Қалған жағдайдың барлығында. Так, мынаны былай істесекші енді. 5 пен 4 тенгіздім. 0 шығады. Жоқ, 0 шығады. 0 шығады.
Неге? Себебі 5 бұл бізде А, ал 4 бізде Б. 0 шығады. Мгм. Else қандай сөзді білдіреді? Else қалған жағдайдың барлығында, оған бәрібір былай айтқанда. А, Б-дан кіші болмай қалды ма? Все. Дальше тең болсын, ол үлкен болсын, келесі else-тағы амалды орындап кетеді. Түсінікті ғой? Сондықтан біз иә else-ке шарт қоймаймыз. Else-та шарт болмайды. Else-та шарт болған есеп, код болатын болса, ол қате болады. Түсінікті ғой? Так, былай жазсақ қате шыға ма? шығады. Так, қате шықпайды да. Неге? Орындалмайды просто. Иә, просто орындалмай қалады. Иә орындалмайды. Төрттен давайте үшті алайық. Экранға дым шықпайды. Неге? Себебі егер А Б-дан кіші болатын болса, екеуін қосады. Қалған басқа дым шарт берілмеген. Все, пустота болады. Так, мына жаққа былай жаза алайықшы. Так, мынау бізде А, мына жерде Б. Осылай более түсінікті. Так, 5, мынау там 7. Бізде екеуі қосылады. Түсінікті ғой? Иә Так, енді мынандай болатын болса. If одан кейін А тең енді бізде екі if беріліп тұр. Бірдеңе өзгере ма, өзгермей ма? Біріншісі қате болса, екіншісі орындалады. Қараймыз. If бізде шарттың несі? Шарттың басы ғой, дұрыс па? То есть Мгм. мына екі if, былай айтқанда, екі қошқар сияқты, екі қошқар бір-бірінен зависим болмайды. То есть ана if та орындалады, мына if та мен де орындаламын деп шығады. То есть екеуін де тексереді. Егер мына жерде А 5-ке тең болса, Б там 6-ға тең болса, не шығады экранға? Бірінші мына шарт орындалады, тексереді. А ол Б-дан бір кіші ма? Кіші. Так, екеуін қосамыз. Келесі қандай код бар дейді. Мынаны қарай. Так, бұл да if екен. То есть ана if пен мына if екеуі тең. Сондықтан бір-біріне тәуелді болмайды. Экранға 11 мен 30 шығады. Түсінікті ма? Ағай, Ау, else пен elif'тің айырмашылығы неде? else пен elif'тің Шарт. Қай жерде elif'ті алып, қай жерде else'ті қолданамыз? так, егер мынаны қара, сендерде тек қана екі ғана шарт болатын болса, мысалы қандай шарт болуы мүмкін? То есть саған тек қана экранға А Б-дан кіші болған жағдайда ғана экранға мысалға 1 дейтін санды шығару керек. Қалған жағдайдың барлығында просто қате деп шығару керек. Та кішкене бір өмірлік немен алайықшы. Мысалға А бізде оқушының балы болсын, ал мынау Б бізде оқушы балы. Мынау мысалға там шектік балды. Бұл жерде қандай не бар? Неше вариант бар экранға шығатын? Бір ғана. Пока что. Иә, біреу болады. Бірақ вариант екеу болады ғой. То есть, либо оқушы шектік балға жетеді, немесе жетпейді. Дұрыс па? Мгм. Қандай жағдайда жетеді? Когда тең Иә, тең немесе хотя бы тең болса, немесе Б-дан үлкен болып кетсе. То есть, үлкен болады, немесе тең болады. Кстати, мына жерде тең қойылған кезде қараң. Всегда тең таңбасы екінші қойылады. Дұрыс түсінікті ма? Иә. Кіші болсын, артық болсын, всегда теңді екінші қоясыңдар. Даже тең деп теңестіргеннің өзінде теңі екеу болып жазылады. Так, бізде артық болу керек, немесе хотя бы тең болу керек. Сонда 7 деп шығады. Ал қалған жағдайдың барлығында не істейді? жетпеді. Иә, жетпеді. Вот, бізде else-та осындай жағдайда қолданамыз. То есть, else Шарт былай берілмейді. айтқанда керек емес нелер бар ғой. Керек емес нәтижелер болған кезде else-ке сала саламыз. Тексеруді қажет етпесе. Elif'ті мына жерге тоже қолдануға болады, онда ешқандай қате шықпайды. Elif'та просто біз шарт жазу керек.
қандай шарт қалды бізде? Ана жақта артық бар А и тең бар. кішкентай. Тең бар. Ой, кіші бар. Не дейсің? А кіші б деймін. Иә, а б-дан кіші болады. То есть бұл жерде де орындалады. Просто былай ғой. Ә, негізі дұрыс жазылуы ол else пен аяқталу керек. Дұрыс жазылуы. То есть else всегда шартты аяқтап тұрады негізі соңында. Егер қосымша шарт керек болатын болса саған, онда elifті қолданасың. Егер қосымша шарт керек болмаса, онда сразу else-ті жазсаң болады. То есть elifті мына жерге әкелуге болады. Тең. Тең болса тоже не болады? Жетті. Тоже жетті болады. Тек мына жерде ғана жетпеді болады. М. Так. Былай түсініп алсыңдар ба? If бізде бастапқы шарт, elif қосымша шарт, else былай айтқанда қалған құтқанның не бар? Короче, барлығы сол else-ға кіреді. Қалған жағдайдың барлығында else орындалады.